Fiillerden sözlerge kelbetlik жасаушы қосымта қосылу арқалы дөренді келбетліктердің жасалу. Бұны мысаллар арқалы көріп шықсақ. Малы, мелі, палы, пелі, балы, белі қосымталары фиил түбірлеріне жалғанып дөренді келбетліктер жасайды. Мысалы, айнымалы, кешірмелі, аумалы, төкпелі, серппелі. Екінші, ынды, інді, ныды, ніді қосымталары фиил түбірлеріне қосылып, іс-әрекеттің нәтижесін, сынның сыпатын білдіретұғын дөренді келбетліктер жасайды. Мысалы, тасланды, асыранды. Үшінші, ғыш, гіш, қыш, киш қосымталар фиил сөздерге түбірлеріне қосылып, іс-әрекеттің артықмашылығын білдіретұғын дөренді келбетліктер жасайды. Мысалы, тергіш, айтқыш, білгіш, жуырғыш, атқыш, сөйлегіш, барғыш. Төртінші, ғыргір, қыркір қосымталар фиил сөздердің кейініне жалғанып, іс-әрекетке ұқыптылықты білдіретұғын дөренді келбетлік жасайды. Мысалы, ұшқыр, білгір, алғыр, кескір, өткір. Бесінші, қақ-кек, ғақ-кек, ақ, ұқ, к, үк, к қосымталар фиил түбірлеріне жалған іс-әрекеттің сынлық, сапалық белгілерін білдіретұғын дөренді келбетлік жасайды. Мысалы, ұрысқақ, тайғақ, қорқақ, үркек, қиық, ысық, кесік, жарық сөздері. Бұларда дөренді келбетліктер. Алтыншы, маме қосымтасы. Фиил түбірлеріне қосылып, іс-әрекеттің белгісін білдіретұғын дөренді келбетліктер жасайды. Демек, белгіні білдіреді. Мысалы, қуырма, бұл балыққа тиесілі, жылтпа, ауқатқа тиесілі, бүрме, көйлекке тиесілі, төкпе, шайырға тиесілі. Демек, жетінші, ақ, ауық, еуік фиил қосымталы түбірлеріне қосылып, іс-әрекеттің сол затқа тән қасиетін білдіреді. Мысалы, қорқақ, қашақ, жылауық, сүзеуік, тебеуік, шақырауық, тісілеуік. Осы сияқлы фиил сөздерге қосылып, дөренді келбетліктер жасалады екен.